Selam dostlar, bugün biz video montaj жасайтын боламыз. KineMaster программасымен видеоны таңдап, керекті видеомызды алып алатын боламыз. Видеомызды біз бүгін айырыптаймыз. Енді 3 кадр түсіргенмін. Сол кадрды бөліп алатын боламыз. Удалить етеміз. Так, мына жерде бізге керек жерін алып алатын боламыз. Разделить это. Так. Осы жерден қоямыз. Так, мына кадрлерге жасаймыз. Енді бізге керек жерін тағы мына жерден бөліп алатын боламыз. Мына бізде сол 3 кадр шықты. Мына астына қою үшін дубликатты басатын боламыз. Нүктені удалить етеміз. Келесі тұрса мына керегіміз басатын. Енді мынаны былай үстінен басып жақындатамыз. Бәрін бірдей қыламыз. Енді мына енді осыны 3 кадрға енгізу үшін мына батырмаға барып, осының ішіне слип дегенді басып, сол кезде біз керекті кадрымызды таңдайтын боламыз. Так, осылай. Бір-біріне кетіріп жасамау керек. Келесі екіншісін таңдап, дәл солай слипке барып, керек жағымызды таңдап алатын боламыз. Окей. Енді видеомызды қараймыз. Так, мына жерде бізде біртүрлі ыңғайсыз видео тұр. Міне достар, осымен біздің видеомыз дайын. Керекті музыкамызды қойып алсақ болады. Міне осымен біздің видеомыз дайын. Видео ұнаса лайк басайық, тіркеліп кетейік. Сұрақтарыңыз болса комментарияға жазыңыздар. Рахмет көргендеріңізге.